Бауыржан Байбек Астанадағы пәтерін 650 миллион теңгеге сатпақшы. Блогер Ербол Еділов жылжымайтын мүлік сайтында Нұр Отан партиясы төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің пәтерінің тізімі көрсетілген хабарландырулар жарияланды. Авторлық декорация тіпті кинотеатры бар, барлық жағдайы жасалған пәтер 650 миллион теңгеге бағаланды. Жарнамада пәтердің Астанадағы Жасыл Орам тұрғын үй кешенінің бір қабатын алып жатқаны айтылған. Меншіктің жалпы ауданы 440 шаршы метрді құрайды, ал дизайнды Анна Михееваның студиясы әзірлеген. Солтүстік Кипрге қашқан саясаткер еденге су қоймасына қарайтын витраждарды, сонымен қатар кеңсесі, спорт залын, кинотеатрды және табиғи балқарағайдан жасалған саунаны пайдаланған. Ғимараттың схемасында 4 ванна бөлмесі, тіпті кір жуатын бөлме де бар. Мүмкін жалғыз кері тұсы тұрғын үйдегі соңғы қабатта орналасқаны.